Көп жігіттер белгілі жағдайларда қызға не айту керек екендігін білмейді. Бірақ не айтқаның емес, қалай айтқаның әлде қайда маңыздырақ болып келеді. Себебі ол кезде нағыз эмоциялар байқалады. Ал біз сол эмоциялар арқылы қызды өзімізге қарату жолдарын қарастырамыз. Не әңгіме мынау деп жатырмыз. Сәлем, менің есімім Санжар Айдар. Бүгін біз сендермен қызбен сөйлесудегі ең басты қателіктерді анықтап, олармен дұрыс сөйлесу амалдарын қарастырамыз. Дайынсың ба? Онда кеттік. Қызбен сөйлескенде жігіттер жіберетін ең бірінші қателік бұл сасқалақтап уайымдау. Да, очень хороший вопрос, во-первых. Енді мені тыңда. Қыз сенімен көрісуге келісті. Дәл қазір ол сенің тура алдыңда отырып, екеуің жай барақат әңгіме айтып отырсыңдар. Бұдан басқа не керек? Бекерден бекер сарвайымға салынғаның саған еш нәрсе алып келмейді. Жай ғана процесстен рахаттанып, уайымдауды қоюың керек. Әйтпесе бос уайым сенің іс қимылыңды, онымен қоса миыңды да тежеп отырады. Ал бұл бізге жат дүние. Өзіңді барынша емін-еркін ұстап, кез келген нәрседен рахат алуды үйрен. Жігіттер жасайтын келесі қателік бұл тым көп сұрақ қою. Жасың қаншада? Қайда жұмыс істейсің? Кім болып істейсің? Қашан бала туасың? Атадан кім болып істейді? Бла. Осындай сұрақтардан кейін ол өзін тіпті бір тергеуге келгендей сезінетін шығар. Бұдан былай қайталанбайды. Жалпы қызбен байланыс қалай орнатылады? Сен оған бір сұрақ қойдың, ол болса соған жауап берді. Бірден келесі сұрақты қоюға асықпай, оның жауабына өз пікіріңді, өз ойыңды қос. Я не буду это комментировать. Мысалы, сен одан жасың қаншада деп сұрасаң, ол 20 деп жауап берсе, о, неткен керемет деп өз ойыңды білдір. Мен өз 20 жасымда мынаны істеген деп оны қызықтыруға тырыс. Ол 30-дамын десе де тура солай. Сосын көп жігіттер қоятын сұрақтар бұл: қай жерде оқыдың? Қандай мамандықты бітірдің? Қашан үйленесің? Мен өзім негізінде мүлдем ондай сұрақтар қоймаймын. Бірақ қазір сенің мысалыңды келтірейін. Ол қыз жауап берген кезде ол жайлы не ойлайтыныңды айтып, нақты неге олай болғанын сұрап көр. Сол кезде әңгімелерің тергеуге ұқсас болмайды. Үшінші қателік бұл сенің мақтаныштығың. Действительно бар ғой, маған бәрібір. Қызбен болғандағы әрбір кездесудегі сенің сөздерің: менің жұмысым керемет, ақшам көп, алдында анда демалдым, мында демалдым, жалпы көрмеген жерім жоқ. Бұл сөздерден кейін қыз: о, неткен күшті жігіт, бірден тиіп алып деп үстіңе секіру керек пе? Басты мақсат сол болды ғой, басты мақсат сол. Әрине жоқ. Мен жалпы өзім жайлы айтқанда әсілдерді қосқанды жақсы көремін. Бұл қыздарға өте қызық көрінеді. Мысалы, мен шаурма, донер жасаймын, немесе асфальт төсеп, туалет трубаларды жуамын деуге де болады. Ең бастысы оның көңілін көтеріп, өзіңнің әзілге жақын жігіт екеніңді көрсете білу. Егер де сен қайта мақтана беретін болсаң, онда сол қызға күнделікті жазатын 99% жігіттер қатарына еніп кетесің. Ал олай істемейтін болсаң, онда оның 1% жақсы жігіттер тізіміне кіресің. Таңдау әрине өзіңде. Мынау кәдімгідей шауып тастады ғой, кәдімгідей. Жақсы әзілдеп өзіне өзі дұрыс жағынан күле білетін жігіттер қыздарға мықты тұлға ретінде көрінеді. Осылай біз шаблонды сөйлейтін жігіттерден оп-оңай озып шығамыз. Төртінші қателік бұл тым жылдам немесе тез әңгіме айту. Кім конкретно айтатын? Көбісі ғой, барлығы ғой. Қайсысы көбісі? Камераға айт, давай, қай камераға қарасақ болады? Обращение жасаймыз, қайсысы? Так. Бірақ біреу айтқан соны өзіме ұнамайды. Кейбір жігіттер тура осылай ойына келген бәрін тез айтуға тырысады. Бірақ қызбен кездесу асықпай, жай барақат, емін еркін болуы шарт. Сен өзің жайлы айтып болсаң, екінші тарапқа да мүмкіндік бер. Сосын қайта тізгінді өзіңе алуыңа болады. Ал егер сен мүлдем тоқтамай, тым жылдам әңгіме айта беретін болсаң, қызға ыңғайсыздық тудырасың. Себебі әңгіме екі жаққа да рахат пен қуаныш әкелуі керек. Келесі 5-ші қателік бұл келеңсіз бір ыңғайсыздық тудыратын әңгіме арасындағы паузалар. Мысалы,
Тамаша. Осындай кезде ойыңа ешнәрсе түспей, логикалық тұрғыда әңгімені байланыстыру шынымен де қиын болып кетеді. Егер сен бұрын бұндай жағдайлардың болатынын алдын ала білсең, онда дайындалып келгенің жөн. Мысал ретінде бір қызық әзілдер, оқиғалар айтуға болады. По фану дейді ғой. Бұл ыңғайсыз паузалар көбінесе екеуіңнің бір-біріне қызығушылықтарың жоқ болған кезде ғана пайда болады. Олар туындамау үшін бір қызық тақырып алып, сол жайлы әңгімелессеңдер болады. Осы кезде қыздар дайым жүргізіп отыруды ұмытпағайсың. Алтыншы қателік бұл күнделікті және болжамды іс-әрекеттер жасау. Сен оны таңғалдырып қана қоймай, сонымен қатар қызықтырып, және оған өзіңнің жақсы жігіт екеніңді көрсетуің керек деп ойлайсың. Сол үшін сен оған қайда жұмыс жасайтыныңды, немен айналысатыныңды айтып, барлық жақсы қырларынан көрінгің келеді. Ал жақсы, ол сенімен көрісіпті делік. Бірақ бұл кездесу қыз барған соңғы 10 немесе 100 кездесулерден айырмашылығы бола ма? Егер жауабың жоқ болса, ол сені есіңе де түсірмейді. Сол үшін импровизация жасай біл. Өзің ешқашан жасамаған іс-әрекеттерді жаса. Нет ничего невозможного. Себебі осы уақытқа дейін мүлдем жетістік әкелмеген нәрселерді қайта жасау, бұл кем дегенде ақымақтық болып келеді. Қызбен қарым-қатынаста барлығы өзгеру үшін ең алдымен өзіңді өзгерт. Ал өзіңді өзгерту үшін саған ой өрісіңді өзгерту керек. Мінекей, дәл қазір біз қызбен сөйлескендегі басты қателіктерді анықтадық. Ал енді не істеу керек екендігіне көңіл бөлейік. Онымен әңгіме дүкен құрмас бұрын бұның барлығы қайда алып келетінін түсіну керекпіз. Яғни онымен әңгімелесудегі басты мақсаттар қандай? Бірінші бұл эмоция тудыру. Тамаша. Ол не үшін қажет десеңдер, қызбен бір тілде сөйлей біреу үшін керек. Ал бір тілде сөйлесу бізге одан керек нәрсемізді оның тілінде алу үшін қажет болады. Екінші бұл оның сеніміне кіру. Қызды өзіңе ыңғайластыру. Қыздың сеніміне кіргеннен кейін ғана онымен ойыңа келген қызықтарды жасай аласың. Сонымен, қызбен қалай сөйлесеміз? Сенің дәл қазіргі жасап жатқаның тек кедергі келтіреді. Сол үшін барынша эмоционалды әңгімелесуге тырыс. Қызық көрейік. Әр сөзге, әр екпінге, дауыс түрлеріне ерекше мән бер. Монотонды, еш жестикуляциясыз, паузаларсыз бір сарынды сөйлеуді қой. Әйтпесе барлығымыз қазір ұйықтап қаламыз. Әңгіме барысында өзіңнің сезіміңді, эмоцияңды, аудио және визуалды қабілеттеріңді қолданып үйрен. Сол кезде қолыңнан барлығы да келеді. Бүгінге осы айтылған кеңестер пайдалы болып, видео саған ұнады деген ойдамын. Уақыт өткізбей саған ұнайтын қызыңды тезірек қаратуыңа тілектеспін. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жаңа видеолардан құр қалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен, Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше. Фак деген свайп. Фук етіп лайк басып жіберіңіздер, фук етіп комментарий жазып кетіңіздер, сосын фук етіп мына жерде колокольчикті басып жіберіңіздер.